Семейдің Қарағайлы шағын ауданында қуаты сағатына 21-5 болатын блокты модульді қазандықтың құрылысы жүріп жатыр. Жоба жеке инвестор қаржысы есебінен жүзеге асырылуда. Қазіргі уақытта бірінші қазандық монтаждалуда, құрылыстың аяқталуы қараша айына жоспарланған. Аймақ басшысы Нұрлан Уранхаев құрылыс алаңына барып, жұмыс барысымен танысты. Аталған жұмыстардан бөлек қараша айында 6 тұрғын үйді, желтоқсан айында 1200 орындық жаңа мектеп пен тағы 3 үйді қосалғанда жақын маңдағы іске қосылған өзге де нысандарды жылумен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін сорғы станциясының құрылысы да аяқталуға жақын. Астық 749,5 мың гектар аумақты алып жатыр. Оның 299 мың гектары дәнді дақылдар, 295,8 мың гектары майлы дақылдар, 5,8 мың гектары картоп, 5,4 мың гектар көкөніс, 143,5 мың гектары мал азықтық дақылдар егілген. Қазіргі уақытта 277,5 мың гектар алқаптан дәнді және бұршақ дақылдары жиналды. Бұл жоспардың 92,8%-ын құрайды. Орташа түсімдік гектарына 15 центнерге жетіп, жалпы көлемі 417,4 мың гектар астық бастырылды. Жаңа Семей ауданының Озерки ауылында 70 орынға арналған жаңа балабақша ашылды. Аталған нысан облыс әкімінің бастамасымен және аудан әкімдігінің қолдауымен жүзеге асырылды. 2-5 жас аралығындағы балалар үшін 3 топ құрылып, оларға сапалы білім мен тәрбие беру үшін барлық жағдай жасалынған. Бүлдіршіндердің жан-жақты дамуы үшін спорттық және шығармашылық үйірмелер ұйымдастырылған. Мекемеде 15 қызметкер жұмыс істейді, оның 6-ы жоғарғы білікті педагог мамандар. Семей қаласындағы Қаныш Сәтпаев атындағы номер 2 жалпы орта білім беретін мектепте инклюзияны қолдау кабинеті салтанатты түрде ашылды. Бұл кабинет ерекше білім беруді қажет ететін балалардың оқуы мен дамуына қолайлы орта қалыптастыру мақсатында арнайы жабдықталған. Бұл кабинет инклюзивті білім беру шеңберінде ерекше қажеттіліктері бар балаларға білім алуына барынша қолайлы жағдай жасап, олардың қоғаммен бірге дамуына ықпал етеді. Жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы. Семей Таңы YouTube арнасына тіркеліп, маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыздар.